Баршаңызға сәлем, менің заңгерлік сауаттылық атты курсыма қош келдіңіздер. Негізі бұл курс оңай емес деп айтсам да, тіркелгендердің саны өте көп екен. Мен оған өте қуаныштымын. Себебі өзінің өміріне жауапкершілік алған адамдардың саны күн санап артып келе жатыр екен. Мен сіздерге өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Айгерім Ермекбай. Мен 10 жылдан аса заңгер қызметін атқарамын. Осы уақытқа дейін мен Алматы қаласындағы аудандық сотта судьяның көмекшісі, банкте ипотека саласы бойынша заңгер, сондай-ақ заңгерлік компанияларда заңгер ретінде жұмыс жасадым. Қазіргі таңда өзімнің жеке заңгерлік компаниям бар. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының парламентімен тығыз байланыста жұмыс атқарамын. Яғни, кейбір заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін рабочий группаның құрамындамын. Менің заңгерлік сауаттылық атты марафоным арқылы 130 адам оқып, өзінің арестерін өз бетінше шешіп алды. Заңгерлік көмегім арқылы менің клиенттерім 140 миллион үнемдеді. Заңгерлік компанияда біз мынадай қызметтер көрсетеміз. Банк саласы бойынша, яғни просрочка болатын болса, автонесие, ипотека, сондай-ақ коллекторлық компаниялар саласында, жеке сот орындаушылар саласында, яғни аресті шешу, әкімшілік айыппұлдар, штраф саласында, онлайн займдар мен автоломбардтар ажырасу, сондай-ақ алимент өндіру сияқты істермен айналысамыз. Бұл заңгерлік сауаттылық атты курстың мақсаты қандай? Соған тоқтала кетейін. Бұл курстың мақсаты көзі ашық, көкірегі ояу, сауатты, өзінің құқықтары мен міндеттерін өте жақсы білетін азаматтар мен азаматшалардан тұратын қоғамды құру. Яғни кез келген қарапайым адамға заңгерсіз-ақ өзінің құқықтарын қорғауды үйрету. Себебі қазіргі нарық заманда сіздің заң жағынан сауатсыз болғаныңыз сізден басқаның барлығына тиімді. Мейлі ол банк болсын, мейлі ол коллекторлық компания болсын, мейлі жеке сот орындаушысы болсын, олардың барлығына сіздің заң жағынан сауатсыз болғаныңыз өте тиімді. Сонымен курстың бағдарламасын кішкене айта кетейін. Біз 10 сабақтан тұрады деп айттық. Бірінші сабақта атқарушылық іспен танысу, яғни жеке сот орындаушыға арыз жазу. Екіншіден, жеке сот орындаушысының үстінен басшысына, әділет департаментіне шағым жазу немесе сотқа беру. Үшінші сабақта нотариустың атқарушылық жазбасына қарсылық возражение жазу. Төртінші сабақта нотариустың үстінен әділет департаментіне шағым жазу немесе сотқа беру, яғни біздің құқықтарымызды орындамаған жағдайда. Бесінші сабақта соттың шешімінің күшін жою, ол сотқа арыз беру. Алтыншы сабақта жеке сот орындаушыға атқару ісін тоқтату, яғни счетты аресттен шығару жайлы арыз жазу. Жетінші, банктен немесе коллекторлық компаниядан жаңа графикті сұрау, яғни арыз жазу. Сегізінші, алдын ала талап арыз, яғни претензия онлайн займдар бойынша жазу. Тоғызыншы, сотқа талап арыз онлайн займдар бойынша. Және де 10 сабақта біз талап арызға қарсылық отзыв возражение банк бойынша талап арыздарға қарсылық жазуды үйренеміз. Бұл курсқа сіздерге қажетті болатын құрал жабдықтар, ол электронды почта, және де ноутбук бар болса әрине, және де судебный кабинетпен жұмыс жасау үшін сізге ЭЦП қажет болады. Курстың ұзақтығы 10 күн, сабақтарға сіздерге 1 ай бойы доступ беріледі. Егер барлығы түсінікті болса, онда бүгін бірінші сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз бірінші сабақта атқарушылық іспен танысу, яғни жеке сот орындаушыға арыз жазуды үйренеміз. Ол арызды жазып үйренбес бұрын мен сіздерге, егер араларыңызда вебинарға қатысқан болсаңыздар, сіздер үшін кішкене қайталау болады. Ал вебинарға қатыспағандар болса, онда бүгін мен сіздерге жалпы счет арестке түсіп қалған жағдайда не істеу керек, жалпы схемасын сызып көрсетемін. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерге міндетті түрде осы курсқа дәптер арнауды ұсынар едім. Одан кейін өздеріңіз жаңағы ручкамен, қолдарыңызбен жазуды ұсынар едім. Яғни ручкамен жазған мидың ойлау қабілеттілігін, сақтау қабілеттілігін арттырады деген ғылымда дәлелденген факт
бар. Сол үшін де мен сіздерге осы курсқа дәптер алып, сол жерде барлығын жазып жүруді ұсынар едім. Себебі берілетін ақпарат өте көп болады. Сонымен онда біз бастаймыз. Ең біріншіден сіз Google-дан реестр должников деген сайтты тересіз. Сонда кіресіз. Счетыңыз қалай арестке түсіп қалады, осы реестр должников сайтына кіресіз. Google-дан терсеңіздер шығады, өзі бірақ сайт. Қазақша оның борышкерлердің тізілімі деп айтылады, бірақ ол қазақша баламасы маған ұнамайды, сондықтан да орысшалап мен айта беремін. Сол сайтқа кіріп өзіңіздің иініңізді тересіз. Бұл жерде екі жағдай ғана шығады. Сіз реестрде барсыз, немесе жоқсыз. Бар болған жағдайда сіз жеке сот орындаушыға арыз жазасыз. ШСИ-ға деп айтамыз, яғни іспен танысу туралы. Бұл жерде жеке сот орындаушы сізге екі құжаттың біреуін жіберуі мүмкін. Ол соттың шешімі немесе нотариустың шығарған атқарушылық жазбасы, яғни исполнительный надпись бұны. Сізге қатысты. Себебі осы құжаттың біреуі болмай, жеке сот орындаушы жайдан жай сіздің счеттарыңызға арест қоймайды. Нотариустың исполнительная надпись деп жаза салайын, атқарушылық жазбасы. Енді осы екеуін жеке сот орындаушыға арыз жазып алғаннан кейін, осы екеуінің біреуін екеуінің міндетті түрде күшін жоясыздар. Күшін жойғаннан кейін қайттан жеке сот орындаушыға арыз жазасыздар. Яғни істі тоқтату туралы счетты аресттен шығару жайлы арыз жазасыздар қайтадан. Мұны алгоритм осылай. Егер сіз реестр должниковта бар болатын болсаңыз, осылай болады. Ал егер де сіз реестр должниковта жоқсыз, ничего не найдено деп шығатын болса, бірақ счеттарыңыз арест болатын болса, демек банк сізге қатысты ПТП қойған. Яғни платежное требование поручение деп айтылады, немесе инкассовое распоряжение деп айтылады. Бұны тек қана банк қоя алады, себебі сіз банкпен несие шартын жасаған кезде өзіңіздің келісіміңізді беріп қойғансыз. Яғни сізде бір күн болсын, екі күн болсын просрочка, без разницы, сіздің счетыңыздан, любой счетыңыздан ақшаны ала беріңіздер деп өзіңіз келісім беріп қойғансыз. Сондықтан да банк ондай ПТП-ны қоя алады. Демек, бұл жерде айттым, қазір бүгін мысал үшін біз бірінші сабақты өтеміз. Осы жерде мұны жеке сот орындаушыға арыз жазып үйренеміз. Себебі жеке сот орындаушыға заңды түрде өзіңіздің құқықтарыңызды талап етіп, одан арыз жазатын болсаңыз, ол сізге міндетті түрде істің құжаттарын, яғни соттың шешімі немесе нотариустың исполнительный надписін жібереді. Одан кейін тағы да кейбір жағдайларда айта кететін жағдай, счеттарыңыз арестте тұр, бірақ бұл жерде сізде штраф шығуы мүмкін. Әкімшілік жаза, видеофиксация, нарушение правил дорожного движения сияқты нәрселер шығуы мүмкін, алимент шығуы мүмкін, немесе налог шығуы мүмкін. Үйге налог, машинаға налог, жерге. Өкінішке орай олардың барлығын төлеу керек. Енді кезінде уақытында төлеу керек еді, уақытында төлемедіңіз, сондықтан жеке сот орындаушыға бұлар өтіп кетті. Енді штрафты төлейсіз, оған қоса штраф, алимент, налог оның барлығын төлейсіз, оған қоса еще жеке сот орындаушының услугасына, яғни оның ақысын төлейсіз. Содан кейін ғана барып сіз арыз жазып, жаңағыдай істі тоқтатып, жаңағыдай счетты аресттен шығарып, реестрден алып тастауын сұрайсыз жеке сот орындаушы. Себебі өте көп оқырмандардың арасында жазады, мен ол штрафты төлеп қойғанмын деп, бірақ ол реестрде шығып тұр,
яғни төлеп қойған болсаңыз, жеке сот орындаушы істі тоқтатқан болса, сіз реестрден шықпауыңыз керек вообще. Сіздің атыңызда реестрден ештеңе шықпай, реестр тап-таза болып тұру керек. Ал егер олай тұрмаса, демек жеке сот орындаушы ол штрафты, алиментті немесе налогты өшірмеген деген сөз. Сондықтан да жеке сот орындаушыға қайтадан мына жерде арыз жазып үйрену керек істі тоқтату туралы. Ол ең жаңағыдай 4-ші ма 5-ші сабақта ма айтылады. 5-ші сабақта егер қателеспесем, асықпаңыздар, иә. Ең біріншіден мына схеманы жаңағыдай скрин жасап немесе суретке түсіріп алсаңыздар болады. Себебі кез келген жағдайда, кез келген уақытта сіздің счеттарыңызға арест түскен кезде тек қана осы схемамен ғана жұмыс істейсіздер. Болды. Басқашалай болу мүмкін емес. Барлығы түсінікті болса, онда қазір мен сіздерге жеке сот орындаушыға арызды қалай жазу керектігін, ол жерде не көрсетілу керектігін айтамын. Реестр должников сайтымен жұмыс жасаудың, мұны мен сайтын қалдырдым, иә, скриншотын қалдырдым, жалпы қалай өзі сайт көрінеді. Мұны осы жерде қарайтын болсаңыздар, жеке сот жаңағы реестр должников сайтына кіретін болсаңыздар, сізге қатысты барлық ақпарат шығады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл кісіге қатысты нотариустың шығарған атқарушылық жазбасы бар, яғни исполнительная надпись бар. Сол үшін бұл кісіге счеттарына арест қойылған. Сондай айта кететін нәрсе, мына жерде қарайтын болсаңыздар, запрет на выезд, қызылмен жазып қойған, выезд запрещен деген. Егер сол қызылмен жазылмаған болса, онда сіздің счеттарыңыз арестте тұрғанмен, кей кездері сіздерге жаңағыдай запрет на выезд, яғни шетелге шығуға тыйым салынбаған да болуы мүмкін. Сондықтан да шетелге шығатын болсаңыздар, міндетті түрде осы реестрден қарап, өздеріңіздің статустарыңызды біліп алсаңыздар болады. Ары қарай, жаңағы реестр должников сайтында өзіңіздің аты жөніңіз жазылған кезде сол жерге кіретін болсаңыз, ол жерде осындай ақпарат шығады. Бұл ақпаратқа байланысты, яғни сізден өндіруші кім өндіріп отыр, на основании чего, нотариустың берілген исполнительный надпись атқарушылық жазбасы бойынша қанша сумма қарыз екеніңіз көрініп тұр. Сондай-ақ жеке сот орындаушыға қатысты барлық ақпарат жазылып тұр, иә. Қай қалада орналасқан офисі, иә, телефон номері қандай, электрондық почтасы қандай, барлық ақпарат жазылып тұр. Одан кейін реестрде сондай-ақ реквизитті де алуға болады. Яғни бұл реквизиттер сіздің жаңағыдай төлем жасауыңыз үшін, яғни сіз жаңағы негізгі сумманы қайда төлейсіз, сол үшін реквизиттер тұр. Және де жеке сот орындаушының ақысын төлейтін болсаңыз, жеке сот орындаушының ақысының отдельно, өзінің ақысына отдельно реквизит жазылып тұр, көрдіңіздер ғой, қайда төлеу керектігін. Одан кейін айта кететін нәрсе, бірінші негізгі сома, қарыз сома толық төленеді. Толық төленгеннен кейін ғана барып, жеке сот орындаушы өзінің ақысын алады. Өте көп оқырмандар менен осы әлеуметтік желілерде сұрап жатады, ютубта, инстаграмда. Менен 50% жалақымнан ұстап отыр, мен жеке сот орындаушының ақысын төлеймін ба, немесе мен уже жарты ақшасын төлеп қойдым, жеке сот орындаушының ақысын төлеймін ба деп. Жоқ, төлемейсіз. Егер сіз жаңағыдай сізге қатысты соттың шешімі немесе нотариустың шығарған исполнительный надписінің күшін жоятын болсаңыз, әрине төлемейсіз жеке сот орындаушыға. Себебі сіз негізгі қарыз соманың жартысын ғана төлеп қойдыңыз, немесе төлеп жатырсыз, Бірақ полностью ол сумма төленген жоқ. Полностью төленгеннен кейін ғана барып, жеке сот орындаушының ақысын отдельно төлейсіздер. Сондықтан да бұл курста біз жеке сот орындаушының ақысын барынша төлемеуге тырысамыз, Себебі мен сіздің жағдайыңыз қазіргі кезде қандай екен білмеймін, қандай жағдаймен осы курсқа қатысып жатқаныңызды білмеймін. Сондықтан да барынша осы сабақтан көбірек ақпарат алып, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, қойыңыздар. Көбірек және де жұмыс жасауға, практика жүзінде жұмыс жасауға тырысыңыздар. Себебі мен теорияда айтып кеткенмен, оның барлығын біліп алғанмен, сіздер қолданып көрмейтін болсаңыздар, практикада оның ешқандай сіздерге пайдасы болмай қалады. Сондықтан да барлығын жазып көріңіздер, жасап көріңіздер. Сондай-ақ мен айтқан заңдардағы баптардың барлығын Google-дан қайта-қайта теріп отырыңыздар. Себебі ол заңдар шыны керек күнде өзгеріп отыруы мүмкін. Сондықтан да
ол заң мен ол бап сәйкес келе ма келмей ма, соны да қадағалап отырыңыздар. Әрі қарай, сонымен жеке сот орындаушыға арыз жазу. Жеке сот орындаушы 5 күннің ішінде, яғни сіз оған арыз жазғаннан кейін, бұл арыздың үлгісі міндетті түрде чатқа жіберіледі. Сол үлгі бойынша өздеріңіз жеке сот орындаушыға жаңағыдай арыз жазасыздар. Жеке сот орындаушының полный данныйын деп айтамын, жаңа реестр должниковтан қарайсыздар. Егер таппайтын болсаңыздар, сол жақта реестр должниковтан бірінші жеке сот орындаушының толық аты жөнін біліп аласыздар. Ол реестр должниковта міндетті түрде жазылады. Сол жерде аты жөнін біліп алғаннан кейін Google-дан терсеңіздер, жеке сот орындаушыға қатысты ақпарат ашық түрде барлығын тауып алуға болады. Ол жерде толықтай жеке сот орындаушының аты жөні, ол қай жерде, қай офисте, қай қалада орналасқаны сол көрсетіледі. Одан кейін электронды поштасы, телефон нөмірі барлығы көрсетіледі. Одан кейін мен жіберген арызды міндетті түрде сіздер жеке сот орындаушының электронды поштасына жібересіздер. Одан кейін оның WhatsApp нөміріне жібересіздер. Екі жаққа да бірдей жібересіздер. Жаңа айтып кеттім, жеке сот орындаушы 5 күннің ішінде істің құжаттарын жіберуге міндетті. Яғни сізге қатысты нотариустың исполнительный отписін жібереді, немесе соттың шешімін жіберу керек. Ары қарай, соттың шешімі немесе нотариустың атқару жазбасы осылай, мұны көп жағдайда да осы оқырмандар сұрап жатады, соттың шешімі қалай болады, немесе нотариустың атқару жазбасы қалай болады деп. Нотариустың атқару жазбасы және де соттың шешімі осылай. Одан кейін жеке сот орындаушыдан осы екі құжаттың біреуін сұраған кезде, көбінесе жеке сот орындаушылар мынандай исполнительный листті жіберіп береді. Бұл исполнительный лист деген жеке сот орындаушының өзінің құжаты. Бұл бізге керек емес. Керек емес құжат, бізге қажеті жоқ, дымы қажеті жоқ. Сондықтан да сізге соттың шешімі немесе нотариустың исполнительный надписін жіберу керек. Яғни исполнительная надпись, атқарушылық жазба мен атқарушылық іс екеуі бұндай ұқсас болып кетеді, бірақ енді өкінішке орай ол жоғарыда отырғандардың солай перевод жаңағыдай солай бергені, солай жазғаны, сондықтан да өкінішке орай. Сондықтан да кішкене шатасып кетпеңіздер бұл жерден. Сіздерге қайсы құжатты, қайсысын сұраймын, мен қайдан білемін деген егер сұрақ туындайтын болса, онда реестр должниковқа кіріп, сіз қараңыз, сізге қатысты не бар? Соттың шешімі немесе нотариустың исполнительный надписі. Егер сізге қатысты соттың шешімі болса, онда сіз соттың шешімін сұрайсыз. Немесе нотариустың исполнительный надписі бар болатын болса, демек атқару жазбасын сұрайсыздар. Одан кейін айта кететін нәрсе, бұл исполнительная надпись, осы уақытқа дейін мен қазақ тілінде бұның шыққанын көрген емеспін, тек қана орысша шығады. Одан кейін соттың шешімі де көбінесе орыс тілінде шығады. Сотқа жазған кезде де, нотариусқа жазған кезде де, жеке сот орындаушыға жазған кезде де, мен сіздерге қазақша арыздың үлгісін беремін. Олар айтуы мүмкін, сіз бұны орысша жазып жіберіңіз, немесе мен түсінбей жатырмын деген әңгіме айтуы мүмкін. Оның барлығы бос сөз. Себебі Конституцияның 7-ші бабына сәйкес Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі. Яғни онымен бірге орыс тілі мемлекеттік деңгейде тең қолданылады деп жазылған. Сондықтан да бұл құжаттар, сізге қолыңызға тиген құжаттар орыс тілінде болғанымен, сіз орыс тілін түсінуге міндетті емессіз. Соны бірінші түсініп алыңыз. Сізге қолайлы қазақ тілі, сондықтан да қазақ тілінде сіз жазасыз, арыз жазасыз, жеке сот орындаушыға арыз. Жеке сот орындаушы егер сіздің қазақша арызыңызға жауап бермеймін, немесе құжаттарды бермеймін деп жатса, онда екінші сабақта, яғни сіздің құқықтарыңызды бұзып жатса, екінші сабақта мен толықтай айтып кетемін, не істеу керек, қайда бару керек, не жазу керек деген сияқты. Ары қарай кеттік. Ортақ чатқа арыздың үлгісі беріледі деп айттым. Ол арызда барлығы түсінікті, барлығы анық, асықпай, түсініп барлығын, видео сабақты қайта-қайта көріп, барлығын асықпай отырып жазыңыздар. Барлығы түсінікті. Себебі ол жерде жеке сот орындаушының аты жөні, электронды поштасы,
мекен жайы барлығы жазылады. Соның электрондық поштасына сол арызды жібересіздер. Ол жерде қандай бап екені толық жазылып қойған, қандай заңның қандай бабы, және де одан не сұрайтыны жайлы толық жазылып қойған. Ол арызға сіздер өздеріңіздің жеке куәліктеріңіздің көшірмесін тіркейсіздер, электронды почта арқылы жіберіп, тағы да қосымша WhatsApp нөмірге де жібересіздер. Одан кейін 5 жұмыс күн күтесіздер. 5 жұмыс күн ішінде, енді көбінесе бірақ 1-2 жұмыс күн ішінде олар сізге істің материалдардың барлығын жібереді. Солардың барлығын алып, ары қарай уже жұмыс жасап бастаймыз. Егер де жеке сот орындаушы сіздің құқықтарыңызды бұзып жатса, онда ертең екінші сабақта соның барлығын айтатын боламыз, талқылайтын боламыз, қайда не жазу керектігін барлығын сіздерге түсіндіремін. Бүгін бірінші сабақ осымен аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.